Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай оңай жүрек құрағын құрайтын боламыз. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құраққа қажетті бөлшектер. Көлемі 7x7 болатын қызыл матамыздан 5 штук, ақ матамыздан 5 штук, ол екеуінің де көлемі 7x7. Және де көлемі 6x6 болатын ақ матамыздан 6 штук, дәл осындай көлемі 6x6 болатын қызыл матамыздан 14 штук қажет. Және де ені 8 см болатын ақ лента және 6 см болатын ақ лента қажет. Ең алдымен құрағымызға қажетті 7x7 бөлшектерді бір-біріне беттестіріп, түгін төмен қаратып, ортасынан сызық түсіріп, екі жағынан екі тігіс тігетін боламыз. Тігісімізді түсіріп болғаннан кейін ортасынан сызық бойынша қиып шығамыз. Сол кезде дәл осындай шаршы шығатын болады. Ендігі кезекте құрақ бөлшектерімізді орналастыратын боламыз. Асықпай видеоны мұқият қарасаңыздар, бәрі түсінікті көрсетілген. Енді осы құрақ бөлшектерімізді жоғарғы жағын 4-4-тен және төменгі жағын 6-6-дан біріктіретін боламыз. Мінекей видеода сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Дәл осылай біріктіретін боламыз. Құрақ біріктірген уақытта түгін төмен қаратып орналастыратын боламыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, қалай біріктірілгені анық көрсетілген. Егер де менің құрап жүрген құрақтарым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Және де комментарияға өздеріңіздің қандай құрақ түрін көргілеріңіз келеді, соны маған жаза кетіңіздер. Келесі жолы міндетті түрде сіздердің айтқан құрақтарыңызды құрайтын боламын. Мен көп аса бұл құрап жатқан құрақтарымды декор жастыққа қолданамын. Сіздер декор жастыққа болмаса көрпешеге қолдансаңыздар болады. Декор жастықты той бастарға, шашу жастық ретінде сыйлыққа берсеңіздер болады.
Мінекей біріктіріп алдық. Енді осы біріктірген бөлшектерімізді өзара біріктіретін боламыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Енді осының екі жанына 6 сантиметрлік лентамызды орнатамыз. Және де жоғарғы және төменгі бөлігіне 8 сантиметрлік лентамызды орнататын боламыз. Лентамызды орнатып болғаннан кейін құрағымызды өтектеп алатын боламыз. Тігістеріміз әдемі жатуы үшін міндетті түрде өтекпен өтектеп алыңыздар. Сол кезде тігісі әдемі болып көрінетін болады. Мінекей менің құрағым дайын болды. Егер менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.